Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мерекелік шараларды бастап кетті. Жуырда Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасында спорттық жарыстар басталды. Жетібайдың мұнайшылар арасынан үздік волейбол, кіші футбол командалары мен үстел теннисі және қазақша күрестің жеңімпаздары анықталатын болады. Компания басшылары мен кәсіподақ кеңестерінің ұйымы сайыс басталмас бұрын мұнайшыларға жарыс жолында сәттілік тіледі. Салауатты өмір салтын сақтау үшін осындай шараларды әрқашан өткізіп береміз. Енді құрметті әріптестер, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылымен Жетібай мұнайгаз 60 жылдың мерекесімен шын жүрекпен құттықтай отырып, ең басты денсаулық, еңбектеріңізде табыс. Турнирге Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасының түрлі цехынан 9 команда қатысты. Футболдан өткен жарыста осы командалар 2 топқа бөлініп, жартылай финалға дейін өзара тартысты. Ала доптың артынан жүгірген жарыста нөмірі 3 мұнай және газ өндіру цехының мықтылары мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына өндірістік қызмет көрсету цехының мамандарын айқын жеңіп кетті. Дәл сол күні тәнін шынықтырған мұнайшылар жанын сауықтыру мақсатында абайтанушы, дінтанушы Омар Жәлелмен кездесті. Үнемі жанұядан жырақта жүретін мұнайшылар мен отбасылық құндылықтар қазіргі қоғамдағы еңбектің рөлі тақырыбында қызу пікірталас ұйымдастырылды. Өз басым осы жұмысшылармен кездесіп, рухани сұхбат құрғаныма өзім риза болып отырмын. Өйткені жұмысшылардың бәрінің қазір көз ашық, көкірегі ояу екен. Және ең бастысы сол жан азығына шөлдеген жұртқа тамшыдай болса да бір пайдамын тигеніне өзім қуанып отыр. Маңғыстау мұнайгаз компаниясының бүкіл мұнайшыларын тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Оларға телеге табыс тілеймін. Имандары берік, кәсіптері нәсіптер, еңбектер жемісті болсын. Осындай рухани кеш Қаламқас кен орнында да өтті. Мұнда да ұстаз Омар Жәлел мұнайшыларға еркін форматта Абай философиясынан өнегелі дәрістер өткізді. Ел дамуы үшін еселі еңбек етіп жүрген қара алтынды игерушілерге тек кәсіби емес, рухани жағынан өсіп отыру туралы кеңес берілді. Елдің тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында осы Омар Жәлел ағамызға осы қолға саламыз. Сіздер кешіңізді қиыңыз. Біздің мұнайшылармен келіп, сұхбаттасып, өзіңіздің білгеніңізді айтып, бір дәріс есебінде уақытыңызды бөлсеңіз деген. Сол сәлемімізді қабыл алып, бүгін сіздердің алдарыңызға келіп отырған жайы бар. Қаламқас кен орнында абайтанушы, дінтанушы, қарекет, жақсы, махаббатсыз дүние дос кітаптарының авторы, ораторы Омар Жәлелұлымен кездесу болып жатыр. Бүгінгі кездесуде жұмысшылардан өте жақсы сұрақтар болды, жауаптар алды. Сөздің шындығы керек, осы соңғы 1-2 жылдықта елде өршіген коронавирустық індетке байланысты ел осындай шығармашылық кешке сусап қалғандығын көрсетіп отыр. Осындай кештерді ұйымдастырып беріп жатқан компаниямызға, Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамына көптен көп рахметімізді айтамыз. Абайтанушымен өткен бір күн қара жұмыста ағарту саласынан қол үзіп қалатын мұнайшы қауым үшін оң әсер берді. Олар мұндай рухани әдеби кештердің алдағы уақытта жиі өтіп тұруына тілек білдірді. Жұматия Оразай, Ролан Әметұлы, жаңалықтар.